Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жұлдызай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір керемет рецептпен бөлісейін деп тұрмын. Бұл шоколадный пирог. Кеттік, бірге жасайық, ешқандай қиындығы жоқ. Барлық ингредиенттерді төменге жазып кетемін. Біз енді үлкен бір мискамызды, яғни шарашамызды алып, соған барлық ингредиенттерді салып аламыз. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерді салатын боламыз. Қант, ұн, какао, және де ас содасы керек міндетті түрде. 2 шай қасықпен салатын боламыз. Одан кейін сүтімізді құйып, сұйық май құятын боламыз. Міндетті түрде алма уксусын қосатын боламыз. Бұл жерде уксус пен соданың қосындысы арқылы біздің пирог өте пышный және де воздушный болып шығатын болады. Және де әрине жұмыртқа қосамыз. Енді осының барлығын әбден жақсылап тұрып, түйіршік қалдырмай араластырып аламыз. Енді осылай дайын болған растворымызды мен осындай газдың противеніне құйып алдым. Бұл үлкен противен. Осымен үлкен бір бисквит шықты. Міне ортасы осындай воздушный болып піскен. Бұл жерде мен 20-25 бөлікке бөліп алдым. Бұл жерде тек жартысы менде. Менде үйде дайын крем болғасын. Бұл жерде творожный сыр мен сливки. Осыны жағып шықтым. Ал көбінесе вареный сгущенкамен қаймақты араластырып жағамын. Және де бұл пирогқа шоколадты шамалы ғана май қосып ертіп, осы шоколадный пирогтың бетіне құйып жағуларыңызға да болады. Бұл пирогқа барлық кремдер келе береді, өте керемет болып шығады. Рецепт ұнаған жағдайда подписка жасап, комментарий, лайк қойып кетіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.